Ассалаумағалейкум, YouTube арнасының көрермендері, жетісу дін YouTube арнамызға тағы да қош келдіңіздер. Сіздермен қайта қауышып, сіздерге сүбелі әңгімемен тың ақпараттар беруге қайта жиылып бас қосып отырмыз. Бұл подкаст, бұл түсірілім сіздер үшін пайдалы болатынына сенеміз. Иншалла солай болсын дейміз. Ендеше бүгін әңгіме өрбітіп, арнайы подкастымызға қонақ болып келіп жатқан дін мамандарымен таныс болыңыздар. Ең бірінші менің оң қапталында отырған өзімнің ұстазым, біздің Қазақстан, тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы алғашқы ондыққа кіріп шетелде білім алып кеп, осы қазақ руханиятында қазақ жастарының дін саласындағы белгілі бір өзінің ойын айта алатындай систематикалық жүйеге қалыптастырған шәкірт тәрбиелеп отырған ұлағатты ұстаз, исламтану ғылымдарының PhD докторы, профессор дейміз, дінтанушы дейміз. Және ең бір жақсы дүние бар өзі. Сахабалар деген сөз айтылған кезде Google сізді бірінші тауып береді ғой. Саңлақ сахабалар осыдан 14 жыл бұрын жазылған кітап. Сол кітаптың авторы одан кейін қанша кітап жазса, Әділбаев Алау Шайхымұлы ұстазымыз. Ұстаз, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Сіз секілді жақсы адамдармен жақсы көңіл күйдеміз. Машалла, Алла разы болсын. Екінші қонағымызбен таныс болыңыздар. Біздің Жетісу облыстық дін істер басқармасына қарасты дін мәселелерін зерттеу және оңалту орталығы бар. Сол орталықтың ішіндегі оңалту жұмыстарын ұйымдастыру бөлімінің басшысы Медет Нұрлыбекұлы. Теолог, исламтанушы және сіз де Алау ұстаздың шәкіртсіз, Шәкірттерім бір. Жақсы. Ұстаз, енді кім ойлапты дейміз, осылай шәкірттермен бірге бір подкастқа келеді деп, Жетісу жеріне бір күндік қызмет сапармен келдіңіз бүгін. Қанша кездесулер болды? Жалпы қалай болып жатырсыз? Көңіліңіз толып жатыр ма? Бәрі дұрыс па? Жалпы кездесу біз енді әрдайым мына студенттерімізге лекция оқимыз. Бізге енді аудитория болса, біз сөйлеуге дайынбыз. Қолымыздан келгенше ақпараттық түсіндіру жұмыстары бола ма, ғылыми жұмыстары бола ма, бұл әрдайым бұл халықпен жасап жүрген жұмыс. Сондықтан өзіміздің басты мәселе өзіміздің көңілімізден шығады. Сондықтан халықпен жүздесу, халықпен кездесіп мәселелерді талқылау. Бұл студенттерден бөлек халықпен бірге жұмыс істеудің де өзінің ерекшеліктері бар. Сондықтан жалпы сапар жақсы өтіп жатыр деп ойлаймын. Пайдалы. Мен өзім тұрғысынан да бірінші пайдалы. Неге? Түрлі топтағы тек алдында беретін тек студенттер, тек тыңдармандар ғана емес, түрлі топ өкілдері бар, түрлі мамандық иелері бар. Олардың әрқайсысының сұрақтары бөлек, мәселелері бөлек. Олардың барлығымен кездесіп жүздесу адамға тәжірибе береді. Сондықтан менің өзім тұрғысынан, жеке өзім тұрғысынан алғанда пайдалы кездесулер болып жатыр. Жақсы, ұстаз, Алла разы болсын. Ұстаз, енді бүгін қателеспесем, енді сіздер ғой, Мәке, сіздер ұйымдастырдыңыздар, бүгін кездесуді. Кімдермен кездесті, ұстаз, бүгін? Ұстаз бүгін бірнеше мекемелерге барып, сол жердегі азаматтармен солардың сұрақтарына түбегейлі діни тұрғыда сұрақтарына жауап бердік. Былайша айтқан кезде дін ғалымы ретінде бүгінгі таңда білеміз ғой, енді күнімізде көптеген діни тұрғыда дін маманы емес адамдардың сөйлеуі немесе кейбір діни фатуа үкімдерді беруі белең алып кетті, яғни тенденция дейміз ғой. Сондықтан әр нәрсе өз иесі, өз маман иесі сөйлеген дұрысырақ болады. Сол кезде бізде бүлік болмайды, сол кезде біз фитнадан ада боламыз. Қоғам дұрыстыққа түзеледі дейміз. Жақсы. Сіз енді бүгін кездесулерде жаңағы жастар болды ғой? Жастар. Спортшылар болды. Сіз енді қай аудиторияға сіздің бере алған дүниеңіз өттірек және өтті? Енді сіз шәкірт тәрбиелеп отырғаннан кейін бұрын ұстаздар айтушы еді ғой, ұстаз. Қазір біз біреуге ілім, біреуге ақпарат берсек, көзінен танимыз. Кім қабылдап отыр деп. Сізге қай аудитория өтті және қандай дүниелер қазір біздің қоғамға қажет екен? Сондықтыңыз деген осы. Жалпы негізі біздің ақпараттық түсіндіру жұмыстарында жүргізетін саламыз, енді біз руханият саласы ғой. Жалпы дін саласы ешкімнің айналып өтіп кетпейтін саласы. Бұл юрист боласыз ба, экономист боласыз ба, жалпы адам болып жаратылғаннан кейін бүкіл кез келген адамның бұл табиғатында бар құбылыс. Сондықтан бұл кез келген топ өкілдерінен, кез келген адамдармен бұл дін төңірегінде әңгіме өрбіту қашанда өзекті. Сондықтан да мына
кез келген топтың дінге қатысты қызығушылықтары әртүрлі, әр алуан сұрақтары бар. Сондықтан енді біздің тақырыбымыз жалпы діннің айналасындағы мәселелер болғандықтан, жаңа айтып жатсыз, қайсысына өтті, қайсысына өтпеді. Енді шын мәнінде кейбір аудиториялар болады, отырған, кірген кезден бастап ыңғайсыз әңгіме өрбімейді, қызымайды. Бірақ мен ойлаймын, қазірге дейін 2 кездесу өткіздік, бір бағдарламада болды, басқан имамдарымызбен бір кездесу өткіздік, имамдарымызға бір кішігірім сабақ өттік. Олармен де енді кейбіреуі бір қатары өзіміздің шәкірттер, бір қатары өзіміздің көзін көрмеген имамдар, осы жерде өңірде қызмет жасап жүрген. Жалпы қызығушылық бар деп айтам, тек имамдардың қатарында емес, жалпы жаңағы кездескен спорт мамандарының саласында болсын, өзекті мәселелер бар екенін көрдік. Неге десең, шын мәнінде намазға қатысты, оразаға қатысты, оқу орны болғаннан кейін жастардың арасында оларды қалай реттеуге болады. Мысалы, оразаның кезінде тренировкаларға оразаның кедергісі қалай болады, қалай болмайды. Оразаның кезінде балдардың, мектеп балдардың ораза ұстағаны дұрыс па, дұрыс емес па деген секілді. Әшейін бұл ресми кездесуден бөлек біз ашық форматта болған дұрыс деп таптық. Сұрақ-жауап түрінде өткіздік. Сол секілді бірқатар мәселелер болды. Ислам құқықтары тұрғысынан, радикализмнің алдын алу тұрғысынан халықтың біраз қызығушылығы бар екенді байқалды. Сондықтан енді мен лекция оқығаннан бұрын айттық, біз ашық сұхбат болсын. Бүгін дайындап келген мәліметтеріміз бір жаққа жинастырып қойдық та, өздерінің қызығушылықтары болған сұрақтарды енді олармен күнделікті кездесу мүмкіндігі бола бермейді. Сондықтан өздері қызықтыратын сұрақтар сұрады. Енді тек қана қазақстандық деңгейде емес, әлемдік деңгейдегі мұсылман жамағатының, мұсылман әлеуетінің жағдайына байланысты біраз сұрақтар өрбіді. Өз тұрғымнан алғанда 2 кездесуде менің ойымша пайдалы болды деп ойлаймын. Бер алдым деп ойлайсыз ғой, керек дүниелерін? Мен бер алдым деп білмеймін, бірақ халықтың көз жанарына қарап отырып қызығушылық бар болды деп айта аламын. Бірақ қаншалықты қанағаттандырарлық мәлімет бере алдық, енді ол оқырманның беретін бағасы ғой. Дұрыс айтасыз. Алла разы болсын. Имамдармен кездесу, жаңа имамдардың кездесуін өзімізде көріп жаттық қой енді. Біраз сұрақтар қойылып, айтылды. Алла разы болсын. Сіз бұл Жетісуға дейін Шардарада болыпсыз. Шардараның алдында басқа елдерде болып жатырсыз. Біздің Қазақстан басқа қалаларында ылғи осы ақпарат түсіндіру жұмыспен жүріп отырасыз, Ақпараттық түсіндіру жұмыстары бар, діни уағыз насихат жұмыстары бар. Тек қана біз мына мамандарға ғана емес, жалпы халықпен де діни уағыз насихатта жүргіземіз. Ақпараттық ағарту шараларында жүргіземіз. Діни радикализм алдын алу бойынша, мысалы, бас бостандығынан айырылған жамағатпен кең салалы мүмкіндігімізше шақырып, сізге қажеттілік бар осы тақырыптарда халықпен кездесу жүргізсеңіз деген кез келген салада. Енді біз студент тәрбиелеп жатырмыз. Жалпы студенттерді қалай дін саласындағы түйткілді мәселелерді шешу жолын ұсынып жүрген маман ретінде кез келген халықтың осы қажеттілігіне байланысты кең көлемде, тек қана Алматыда ғана емес, жаңа айтып өткеніңізде Ақтауда болдық, басқа қалаларда болып жатырмыз, Таразда болдық, қай қалаға шақырса Ақтөбеде де болдық. Көп қалаларда түсіндіру жұмыстарымен, ағарту жұмыстарымен қатар діни насихат жұмыстарымен де айналысамыз. Жақсы, сіз Алла разы болсын. Сіз енді әңгіме басталып кетті ғой, негізі бағана айтқым келген. Негізі сіздің отқан жеріңіз төр. Біздікі төр емес, негізі сіздікі төр. Мына 2 шәкіртім өзі қақа отырып, мені қайда отырғыз демеңіз деген ғой. Жоқ, мен өзім отырған жерім төр деп сезінетін болғасын, төр деп сезініп отырмын. Төрсіз, өте сізге деген құрметіміз, білесіз. Сіз енді жалпы енді сізді дін танушы маман және діннің профессор ретінде танимыз. Мен білем, сізде дәл солай танисыз, өйткені алдында отырып дәріс алдыңыз. Сіз енді қарапайым біздің YouTube каналымыз енді тек қана бір дін мамандарына болмаса бір дін танушылар көретін тек қана канал емес, қарапайым халық. Ауылы бар, аудан бар, қала бар, оның үстінде басқа шет мемлекеттерден көретін YouTube деген білесіз ғой, ғаламтор шашылып жатыр. Қазақ тілінде болғаннан кейін қазақ тілде сусындап және керекті дүниесін іздеп жүрген елге керек подкастта. Сондықтан өзіңізді қысқаша қалай таныстырасыз? Бірінші, Стас, рұқсат болса. Жалпы қысқаша айтқанда біз енді ең алғаш студенттік неміз бакалаврлық мамандығымыздан бастап біздің алған мамандығымыз
дінтану, философия және араб тілі деген мамандықта диплом алдық. Бірақ ол жердегі мақсатымыз біздің мына дін исламды үйрену болғандықтан енді мен дінтанушы теолог деген алға шығарғаннан көпшілік жағдайда исламтану бағытта шығарам. Сондықтан исламтанушы маман ретінде өзімді таныстыра алар едім. Сіз енді ең алғашқы осы сұрақ, енді білмеймін, саңлақ сахабалар деген осы Қазақстандағы ең алғашқы сахабалар жайында жазылған еңбек кітап осы алғаш сіз жаздыңыз ба? Бұған дейін болды ма негізі? Бұған дейін енді көлемді өз басым көлемді еңбек көрген жоқпын, бірақ енді мына орыс тілінде жазылған Рафет Аль-Башаның арабшадан аударылған Суар мен Хаяти сахабаның кітабы аударылған орысша көрдім. Сосын кейін ана кейбір алғашында бізде ана бір журналдар шығатын еді ғой, мұсылман журналы, сол журналда сол орыс тілінен аударылған сол кішігірім әр сахабаны бөлек-бөлек аударған аудармалар бар еді. Одан басқа көлемді еңбектер кездестірген жоқпын. Енді еңбектердің барлығы араб тілінде жазылған классикалық еңбектер және түрік тілінде жазылған көптеген еңбектер болды. Бірақ қазақ тілінде ауқымды шыққан еңбектер ол кезде бар еді деп айта алмаймын. Біздің осы сіз сабақ беретін Нұр-Марак университетінде осы саңлақ сахабаларының жүйелі түрде бір сабақ ретінде беріле ма негізі? Олай берілмей ме? Жоқ, бұл саңлақ сахабалар ретінде сабақ бермейді. Сахабалардың өмірбаяны ислам тарихының ішінде өтіп кетеді. Абылай жеке-жеке, өйткені бізде исламтану мамандығында оқылатын пәндердің тізімі өте көп. Сондықтан әрбір сахабаны бөлек-бөлек міндетті әрбір студенттің білуі керек ретінде пән ретінде кірмейді. Ислам тарихының бір бөлігі ретінде оқытылады. Және мысалы діни уағыз, насихат деген тақырыптардың ішінде солардан насихаттың әдептері, шарттары, беру барысында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аталуымен қатар сахабалардың да аттар қатар аталып отырып, осылай былай жүйелі түрде сахабалардың тарихы деген берілмесе де ондай пәндер жоқ. Былай жалпы ислам тарихының бір құрамдас бөлшегі ретінде студенттерге былай мәліметтер беріледі. Бұл жерде айта кететін бір мәселе бар. Жалпы саңлақ сахабалар деген кітапты ең бірінші мен осы университетке түспей тұрып, яғни осы университет, бұл университет нені береді, қандай мамандықтар иесін дайындап шығарады деген кезде осындай бір кітаптарды оқу қажеттілік туындады. Яғни менің болашақ маман иесі ретінде, яғни мен білуім қажет болған ақпараттар кеңістігі ол кезде көптеген кітаптар болмады. Сол кездегі қазақ тілді аудиторияға былайша айтқан кезде өз тілімен, яғни мағынасымен жете білген кітаптардың бірі осы ұстазымыздың кітабы болатын. Яғни өзіміз сол кезде оқыдық, таныстық. Яғни сахаба деген кімдер деген сұраққа бір жауап алдық. Яғни біз түсінуіміз қажет күнімізде сахаба дегендер біз кімдер? Яғни осыған бір анықтаманы кейбір қарапайым халық түсінбеуі мүмкін. Яғни сахаба дегеніміз бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында бірге өмір сүріп замандас болған, яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның көз тірісіне онымен бір рет бір сұхбаттас болып кездескен адамдарға қойылатын атауды айтамыз, яғни сахаба деп. Яғни оның бір мәмілесінде болып өзінің бір сұрақтарына жауап алған кісілерді айтады екенбіз да, яғни сахаба деп. Міне осы сахабалардың өмірі, тағылымдары өскелең ұрпақтарға бізге қажеттігі әрқашан бізге Алладай қажеттілігі бар. Сондықтан ұстазымыздың кітабы ол ең бірінші біздерге берген бір бастауыш деңгейдегі әрмен қарай ислам танудағы ілімімізді арттыруға деген бір баспалдақтың бірі болды деп айта алады екенбіз. Сонда былай ғой, енді жаңа ұстаз Мәкеңнің сөзіне қарағанда алғаш былайтын практикующий дейміз ғой, бір мұсылман деп дінді енді алып өзіне қабыл етіп діннің діңгектерін енді үйреніп жатқан адамға керекті әдебиет болып табылады. Ұстаз, дұрыс қой? Сахаба енді ислам дегеніміз бірінші кезекте Құран болса, екінші кезекте Құранның жанды тәжірибесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам болса, бірақ енді бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен ислам болмайды ғой. Сахаба дегеніміз ислам тарихы ғой. Сахабаның тарихы исламның тарихы. Сахабаның тарихы исламның, мына айтамыз шын мәнінде мына сахабалар ғасырын ислам тарихында алтын ғасыр деп атайды. Асрус саада немесе бақытты ғасыр деп атайды. Неге десеңіз, мына әлемде кейбір ғалымдар
тарихта утопиялар жады. Мысалы ізгі қоғам қалай болу керек, жақсы қоғам қалай құрылады, кемел қоғам қалай құрылады дегенде көп тарихшылар утопиялар жазды. Былай болса жақсы болады, былай болса жақсы болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам утопия жазған жоқ. Исламның бүкіл әмірлері, Құранның бүкіл әмірлері, адамзатқа түскен әмірлері қалай жүзеге асу керектігін сахабалар арқылы көрініс тапты. Демек, бұл сахаба өмірі, сахабалардың өмірі исламның тікелей өмірге жүзеге асатындығын көрсетеді. Мысалы, Құран болып қалар еді, егер іс жүзінде ешқандай дүниеге өмірге аспаса, Құранның адамзатқа ықпалы болмас еді. Сондықтан сахаба өмірі деген сөз Құранның тікелей өмірге көрініс табуы, Құран аяттарының өмірде көрініс табуы. Сондықтан да Құран аяттарының, ислам тарихының бізге дейін келіп жетуіне, ислам тарихының сақталуына да себеп болған әуелі Алла тағала болса, екінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, қалайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның келуі ғаламға рахым болса, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қасында адал серік сахабаларын табуы пайғамбарымызға жасалған үлкен сый, адамзатқа жасалған үлкен сый болды. Олар болмаса, исламды кейбіреулер кітаптан оқып, Құранның аяттарын оқып, бұл қиын екен, іс жүзінде жүзеге асыру мүмкін емес екен деп ойлап қалуы мүмкін. Бірақ неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қасынан табылған адал сахабалар бұл Құранның әрбір аятының жүзеге асуы мүмкін екендігін, ет пен сүйектен жасалған пенделерінің әрбір аяттарын істеуге болатындығын тәжірибе жүзінде көрсеткен сахабалар болды. Сондықтан да сахаба тарихы дегеніміз Құранның тарихы, сахаба тарихы дегеніміз исламның тікелей тарихы. Жалпы бұл кітапты негізі ұстаз, бұл кітаптың дүниеге келуіне не себеп болды сол кездері? Жалпы айтқандай, кейбір адамдар Құран туралы, Құранның мұғжизалы туралы жазды, кейбіреулер иманның қажеттілігі туралы жазды. Бұлардың барлығы қажет еді. Бірақ мына мәселе бар. Шын мәнінде иман дегеніміздің жүзеге асу формасы қалай? Бұны кім қалай жүзеге асырып көрсетеді дегенде, мен таңғалдырған мына сахабалардың терең имандары мен ерекше ықыластары еді. Бұл кісілердің дінге деген ешқандай күмәні жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқанның әрбір нәрсесіне көзбен көріп тұрғандай сенеміз. Негізінен исламның бүкіл сенім негіздерін қарасаңыз, бәрі ғайыпқа қатысты, дұрыс па? Аллаға иман келтіреміз, бірақ Алланы көрмейміз ғой. Алланың кітаптарына иман келтіреміз, жарайды, Құранды көреміз, бірақ ар шетіне ақыретке иман келтіреміз, ақыретті көрмейміз ғой. Періштелерге иман келтіреміз, көрмейміз. Бірақ Хазіреті Али айтады, мен шын мәнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан нәрсесіне, ақыреттің бар екендігіне, ғайыптың ар шетіндегі бар әлемге, ғайып пердесін егер көзімізден, біз ғайып пердесі болғандықтан ақырет әлемін көре алмаймыз. Негіз бар ол әлем. Ғайып деген сөз жоқ деген сөз емес. Ол жасырулы, көмескі түрдегі, ол жоқ деген сөз емес. Бізге көзімізге көрінбейді, бірақ бар. Хазіреті Али айтады, шын мәнінде менің иманым өзгермейді. Егер ғайыптың пердесін түріп ашып жіберсе, менің иманым дәл сол қалпы қалады дейді. Демек біз кейде күмәнданамыз, ақырет бар ма екен, жоқ па екен, періште бар ма екен, жоқ па екен, періште бар болса қалай болып, кім барып кепті? Ол кісілер айтады, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға иман келтіргенде солай иман келтірдік. Ғайыптың пердесін ашып жіберсе, менің иманым еш өзгеріссіз қалады дейді. Демек олардың кіршіксіз имандары, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам исламға деген адалдықтары ерекше. Бұл егер мына дін қай уақытта кең тарайды? Дін оны сенген адамдардың, тек қана сенген адамдардың емес, сене отырып соның шынайы екендігіне жанын берерліктей дәрежеде иман келтірген адамдар, егер шынайы серіктер, адал сенген адамдарыңыз болмаса, сіздің ешбір идеяңыз, ешбір ойлаған мақсатыңыз жүзеге аспайды. Міне сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла тағаланың көздеген ұлы мақсаттарын жүзеге асырған қаһармандар бұлар. Өз жандарын беріп, малдарын беріп, дүниелерін беріп, уақыттарын беріп, барлығын Алла үшін, барлығын ислам үшін жұмсаған ана бір сахабалардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Бәдір шайқасы, Бәдір шайқасы енді қиын шайқастардың бірі ғой, бар болу немесе жоқ болу, тағдыр қыл үстінде тұрған кез. Сол кездегі егер Бәдір шайқасында мұсылмандар жеңілсе, ислам тарихы жер бетінен, ислам жамағаты жер бетінен жоқ болып кетуі мүмкін еді. Сол кезде Бәдір шайқасының алдында сахабалар айтты, я Расулаллах, бізге сіз былай деп айта аласыз деді. Алла, жамағат,
егер біз сізге мына Мұса алейхиссаламның қауымы секілді айтпаймыз, самиғана ва асайна, біз естідік және итағат етпейміз деп айтпаймыз. Уа Алланың елшісі, егер сіз бізге мына теңізді бізге көрсетіп, бәрің осы теңізге кіріп кетіңіздер десе, біз ойланбастан теңізге кіріп кетуге дайынбыз дейді. Қараңыз, пайғамбарға деген, исламның дағуасына деген қандай адалдық. Сіз әмір етіңіз, біз ешқандай ойланбастан, бұлау пайдалы бола ма екен, ертең қиын болып қала ма екен деп ойланып жатпай, бірден оның істің маңыздылығын, мәнін түсіне отырып, сахаба дегеніміз, сахаба рухы дегеніміз сол. Шын мәнінде әрбір нәрсесіне Алла тағала қалай иман келтіріңдер деген болса, ол кісілер солай иман келтіріп, солай қалай істеу керек екенін бізге іс жүзінде көрсетіп кеткен жамағат болды. Сол үшін олардың мына исламға деген адалдықтары, дінге деген адалдықтары, шынайы ықыластықтары, кіршіксіз ниеттері. Мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ана бір шайқастың кезінде енді ол кезде білесіздер, соғыстардан олжа түседі. Сол кезде олжаны бөліп береді әскерлерге. Сол кезде бір сахабаға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям олжа беріп атқан кезде ол кісі айтады: "Ей Алланың елшісі, мен бұл олжа үшін мұсылман болған жоқпын" дейді. "Мен не үшін мұсылман болдым? Мен жанымды беріп, Алла үшін осы жанымды құрбан етуге дайын болып мақсатта мұсылман болдым" дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Егер шын мәнінде сен айтып тұрған рас болса, Алла сені жалғанға шығармайды" дейді. Сол сахаба айтады, бір шайқастардың бірінде тура өзі айтқандай мына жерінен тур кеңірдегінен жебе қадалып ол кісі қайтыс болды. Мен айтады, мен мал үшін, мүлк үшін, дүние үшін мен мұсылман болған жоқпын. Мен осы діннің көркеюі үшін жанымды беру қажет болса, жанымды беретіндей деңгейде мұсылман. Мен дүние пайда көздеп, мал, мүлк көздеп мұсылман болған жоқпын деп қалай айтты пайғамбарымыз айтты. Егер айтқаның рас болса, Алла тағала сен рас, сөзіңді расқа шығарады деді. Сол сахаба айтты, шын мәнінде шайқаста тура мына жерінен кеңірдегінен оқ қадалып қайтыс болған сахабалар. Демек, ол кісілердің ерекше иманы, ерекше Аллаға деген ықыластары, мысалы Хазіреті Омардың да айтады, ол кісі қатал, сондай қатулы болғанына қарамастан, бірақ намаз оқыған кезде, Алланың алдында тұрғанда, тіпті намаздың өзінің соңына дейін жеткізетіндей дәрежеге жүрегі жұмсақ болғаны, мысалы деген бір аятты оқыған кезде, ол кісі аяғына шейін шыдай алмайтын дейді. Сол күні, қияметтің ауыр күні, әрқайсысын Алланың берген міндетті түрде нығметінен сұраласыңдар деген кезде, ол кісі аяттарға жалғастыруға шамасы келмей қалады. Тіпті Хазіреті Омардың жағы Құранға деген ықылас, ваққафун индал хақ дейді Омарды. Әрдайым Құран оқылса, ақиқат айтылса, ол кісі халифа бола ма, басқа бола ма, тоқтайтын еді дейді. Кім, ер кісі айта ма, әйел айта ма, оған Құраннан бір аят айтылды ма, бітті. Ол кісі сол кезде ойын өзгертіп бірден тоқтайтын еді. Тоқтай қалады. Сол кісі айтады, кейде Құран аяттарын оқыған кезде, Құран аяттар салмақты түскен ғой негізі. Сол Құран аяттарын әсерленіп, кейде апталар бойы төсек тартып жартып қалатын еді. Сол кезде адамдар мені ауырып қалды ма деп көңіл күйім сұрап, жағдайым сұрап келетін еді. Қараңыз, қайсы біріміз Құран аятын жүрегімізден өткізіп, жан дүниемізден сахаба секілді өткізе алатын адамдар шын мәнінде бар ма? Ол кісілердің әрқайсысының, әрбір сахабаның өмірін алып қарасаңыз, дінге деген адалдық, исламға деген адалдық, иманға деген кіршіксіз сенімдері. Сондықтан да сол исламның көркемдігін, ақидасының әдемілігін, Құранның кереметтілігін айту барысында, ал іс жүзінде қалай жүзеге асады деген сахабаны айтпасаңыз, оны исламның тарихын беру мүмкін емес. Сондықтан сахабалар исламның жүзеге асуы мүмкін екендігін, бұның тек қана періштелер секілді қоғамға ғана түспегендігін, сіз бен біз секілді ет пен сүйектен жаралған пенделердің Алла тағаланың айтқан осы ақиқатын жүзеге асыруға болатындығын көрсеткен қоғам. Сол үшін біз мысал берген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям деп мысал береміз, сахабалар деп мысал береміз. Неге? Өйткені бұлар тарихта болған адамдар. Ертек айтсаңыз, аңыз айтсаңыз, ол аңыз еді ғой, ол ғибрат үшін айтылады деп сенбеу мүмкін. Бірақ бұл кісілер өмірде болған кісілер, тарихта болған кісілер. Сондықтан да адамға әсерлі ықпалды болады. Сол үшін де бұл сахабалар өмірін таңдаудың, өзінің исламды жеткізудің,
исламның шынайылығын жеткізудің, исламның ақиқаттығын жеткізудің, Құран қалай мұғжиза болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірі қалай ғибрат болса, Құран, пайғамбарымыздың өмірі және сахабалардың өмірін үшеуін бір-бірінен ажырату мүмкін емес. Үшеуі бір тұтастық шеңберінде. Өйткені Құранның жүзеге асуын көрсеткен жамағат, қоғам ретінде, мемлекет ретінде, тұлғалар ретінде, жалпы қоғам ретінде іс жүзінде көрсеткен осы бақытты ғасыр деп атаған ислам тарихындағы ғасыр, сахабалар ғасыр. Сол үшін иманның құндылығын, иманның артықшылығын, исламның артықшылығын көрсету мақсатында осы сахабалардың өмірі мені қызықтырды. Сол бағытта оқырманға жеткізсем екен, діндегі шынайылықтың қалай болатындығын, шын мәніне жетіске оңай, шын мәнінде ислам бірден осылай келіп әлемдік дінге айнала қойған жоқ қой. Хазірет Әбу Бәкір айтады, шын мәнінде біз сондай кезде иман келтірдік дейді. Ол өте қиын кезең еді. Таңертең үйден аман-есен шықсақ, үйге аман-есен жететінімізге ешкім кепілдік бермейтін еді дейді. Сондай өте ауыр кезеңде иман келтіріп, сондай қылыштың үстінде, қылыштың жүзінде тұрған тағдыр болған кезеңдер болды. Сол кезеңдерде иман келтіріп, сол иманның ләззатын сезініп, діннің құндылығын сезініп, Алланың ұлықтығын шын көңілмен сезінген жамағат болған үшін осы рух, осы негізінен Құран кәрім негізі адамдардың мұсылман екендігіне қарап Алла тағала қарым-қатынас жасамайды. Алла тағала адамдардың бойындағы сипаттарға қарап қарым-қатынас жасайды. Егер біз өзіміз тіліміз мұсылман, бірақ істеріміз мұсылман болмаса, Алла тағала сахабалардың берген жетістіктерін бізге бермейді. Сол үшін біз сахабалардың бойындағы сипаттар мұсылманның бойында табылу керек сипаттар болған үшін, Алла тағаланың Құранда әмір еткен сипаттары болған үшін, және сол сипаттар сахабалардың бойынан табылған үшін, олар ислам тарихында, адамзаттың тарихында өзінің ойып тұрып өзіндік орнын алды. Ерекше орын алады да дейсіз ғой әлбетте. Осы енді Мәкең де айтып жатыр ғой, алғаш осы дінге келіп, өзінің бір иман ахуалын көтергісі келіп, болмаса бір ислами түсініктерге енді кіріп жатқан адам үшін керек әдебиет деп айтып жатырмыз ja. Мәке, сіз сөйтіп айттыңыз. Енді өз ойым ғой, сіз жалпы мүмкін қажет дүние, мүмкін артық сұрақ, білмеймін. Мектепте мысалы абайтану бар, пәні бар. Абайтану, дінтану кейіннен болды, кейіннен алып тастады, алып тастады ғой? Дінтану негіздері бар. Бар әлі. Мысалы, дін үшін бір, жаңа сіз айттыңыз ғой, ойып тұрып орын алатын сахабалар бар. Одан бөлек бір дін ғалымдардың бір өмірін оқытатын мектепке болмаса да медресеге керек деп ойламайсыздар ма жалпы? Осындай кісілердің бір өнегелі өмірі. Жалпы негізі бұл медреселерде де, бұл жоғарғы оқу орындарында оқытылған секілді сахабалардың тарихы, ислам тарихында, ислам дағуат, енді сахабасыз ислам жоқ деген сөз ғой. Сол үшін ол ислам тарихын оқытылу барысында бұл тәпсірде де сахабалар өтеді. Фиқта да, мысалы фиқта да бір үкім алу үшін бірінші пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сөзін келтіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзін жеткізушілер кімдер? Сахабалар. Сахабалардың аттары аталады, тарихта аталады, өмір деректері өткізіледі. Сондықтан бөлек пән ретінде оқытылмаса да жалпы сахаба туралы мәліметке қанығат медреселерде де бар. Енді әрине бұл енді ислам тарихының, пайғамбар тарихының бір құрамдас бөлшегі ретінде оқытылады. Ал бірақ енді әрқайсысына оқытсаңыз, мысалы бізде енді саңлақ сахабалар деген бір кітап болса, мына мұсылман әлемінде, араб әлемінде, мысалы Хазірет Әбу Бәкірдің өзі бір кітап жазылған, Хазірет Омардың өзіне том-том кітап жазылған, Хазірет Хамзаның өзіне мұндай үлкен кітап жазылған, том-том кітаптар жазылған, олардың бәрін кіргізу мүмкін емес. Сондықтан жалпы ақпараттық білім беретін деңгейде сахабаның ислам тарихындағы орны, сахабаның жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббаты, адалдықтары, сахабалардың жалпы саны, көлемі деген секілді, сахабаның мәні, мағынасы деген тақырыптар жалпы бұл білім алушыларға, медресе түлектеріне, медресе оқушыларына бұл біраз беріледі. Көпшілік жағдайда жеке қызығушылықтарына тасталатын тақырып. Неге? Өйткені әрқайсысын сахабаның бәрін беретін болсаңыз, білім циклын тамамдап толықтырып оқу мүмкін емес. Тіпті кейде біз
сондай көп пәнім дейсіз ғой сонда ұстаз. біздің пәніміздің көптігі соншалықты кейде ана біз сабақтарды сыйдыратын кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянында сыйдырамай қалатын кездер болады, өйткені оқитын пәндер дінтанушы үшін өте көп. Дінтанушы, исламтанушы үшін бакалавр деңгейі 4 жылдық та. Ол 4 жылдықта бүкіл ислам ілімдерін оқып шығу мүмкін емес негізінде. Негізі 4 жылда, иә, мүмкін 4 емес. жылда мүмкін емес. Сондықтан оны біз бастауыштан баланың тілі шығып, тай басып еңбектеп жүргеннен бастап, біз сол кезден бастап осы исламға, мұсылмандыққа баулуды үйретуіміз қажет. Яғни қазіргі қазақ қоғамында көптеген есімдер бар, статистика мәліметтерін қараса, Қазақстанда 2023-те Омар, Әли деген сияқты көптеген сахабалардан есімдер өте тың ақпарат айтып, естідіңіз ғой? Соңғы 2 жылдықта, осындай мұсылмандық атаулардың көбеюі бұл тенденция, жалғасын таба беретін нәрсе. Бірақ соны түсіндіруіміз қажет. Қоғамға бұл кім? Омар деген кім? Әли деген кім? Осман деген кім? Яғни бұлар кімдер, яғни Абу Бәкір деген кімдер деген се. Олар пайғамбарымыздың жәнінде үзеңгілес болып жүрген. Қайғыда да, қасіретте де бірге болып жүрген достары болды. Яғни біз оларды түсіндірсек, олардың адамгершілік сипаттары, мұсылмандық қасиеттері, осы үмбет үшін қандай бір жақсылық істеді, не нәрсесін инфақ етті, Алла жолына паш етті, қай жолда жаңа аштық көрді, қай кезде өзінің бір қалау нәпсілерін тыя білді. Осының бәрін осы сахабалардың аты жөндерін біз жеткізуімізден басталады екен. Немесе осылар түсіндіруіміз қажет. Яғни оған бір қажетті, мен ойлаймын, мектепте бір қажетті пән керек емес деп ойлаймын. Әрбір ата-ана түсіндіру керек. Яғни біз ықылым заманнан қазақ болғалы бері бізде көптеген хандарымыз бар. Мұхаммед Аш-Шайбани, мысалы Әбілхайыр, көптеген хандарымыз бар. Тәуке хан, шын мәнінде келетін болса, аттары бәрі келген кезде, осы сахабалардың, дін ғалымдардың аттарына бар тиелетіп айтқан кезде. Сондықтан біз түсінуіміз қажет. Яғни қазақ хандық болып, мемлекет болып құрғаннан бастап, яғни исламмен үндесіп, біте қайнасып өскендігін, яғни бұл сахабаларды білу, яғни біз өзіміздің тарихымыздан білу деген мағынаны білдіреді. Яғни сол өзіміздің тарихымызды білсек, біз ұлт болып қалыптасамыз. Қазірден айтып жатырмыз ғой, ұлттық кодқа ие болған мемлекет болуға үлескер болуымыз қажет біз деп жатырмыз. Сондықтан біз осы бойда мәдениетте, тарихта, діни тұрғыдағы тұлғаларымызды қайтадан дәріптеуіміз қажет. Яғни күнімізде ашылып жатыр ғой, жаңағыдай Ахмет Яссауи, мысалы Мысырда Әз-Захир әл-Бибарыстың несін қайтадан тұрғызып, мешіттің қайтадан қалпына келтіріп жатырмыз. Көптеген тарихи мұраларымызды қайтадан жандандырып жатырмыз. Сондықтан біздің осы қазақ даласында, жалпы Орта Азия, Мәураннахр даласындағы ғалымдардың бұлардың бәрін оқып келетін болса, бәрі сол исламмен үндескен, дінмен біте қайнасқандығын түсіне біледі екенбіз. Жаңа Қожа Ахмет Яссауи деп қалды ма екен? Қожа Ахмет Яссауиді білмеймін, осы мен бір-екі ақпараттардан естігенім бар, оққан жоқпын. Сахаба дейді, рас па сол негізі ұстаз? Жоқ. Сахаба емес, келмейді жылдар. Оның ұстазы туралы жаңағы сахаба деп айтқандар. Ана кезінде аузында бір ана. Ол енді символикалық нәрсе ғой. Мына дінде символизм дегенде символикалық тіл бар. Не үшін ол жаңағы арыстан баб не үшін сахабаға тиелді десеңіз, мына Ахмет Яссауи күллі түркі ренессанс, мұсылман ренессансында түрткі болған өте үлкен тұлға. Діннің түркі даласына, әсіресе қазақ елінде исламның тарауында өте үлкен еңбек сіңірген тұлға. Қожа Ахмет Яссауи жергілікті дәстүрмен сіңістіре отырып ислам құндылықтарын халыққа өте өзінің тілінде, ұғынықты тілде, түркі тілінде исламды жеткізе білген сондай ұлы тұлға. Сондықтан оның не үшін сахабаға барып тіреді десең, ол символикалық тіл. Мысалы, бұл Яссауи ілімінің сол пайғамбарымыздан туындайтын исламның мұрасын көрсету үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға апарып тиеліп, сахабаны беріп, аузына құрмасын беріп, міне диваны хикмет айтып отса, Яссауи хикмет даналық кітабын айтып отса, бұл өз ойынан айтып отқан жоқ. Пайғамбар сүннетіне сүйенгендігін, бұл исламның ілімінен, исламның уызынан білім алғандығын көрсету үшін, сол исламға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға барып тиелу мақсатында осы діни символикалық түрде, айтпесе 600 жыл өмір сүрген ол ғасырда адам жоқ қой. Діни символикалық тіл деп айтады, бұл дінде көп қолданылады. Сондықтан ол өзінің ілімін сол пайғамбарға тиелу мақсатында сол айтылып, өзінің дін таратып жүрген ілімі
уағыз насихатының барлығы исламнан. Пайғамбар мысалы диваны хикметті алып қарайтын болсаңыз, бастан аяқ пайғамбарға деген ғашықтықты көресіз. Жаңағы 33 мың асхабқа сардар болған Мұхаммед деген 33 мың асхабқа сардар болған сол секілді өте көптеген әдемі пайғамбарымызға арналған, сахабаларға арналған жыр дастандар, ғашықтық, пайғамбарға деген махаббат жыр дастаны секілді дастан. Сондықтан құрманы айту себебі, пайғамбарға телу себебі де содан. Енді сіз 2008 қателеспесем, біз Түркістанда бір республикалық жылда өзі Түркістанда білесіз ғой, сіз халықаралық қазақтар университетінде сабақ бердіңіз. Сол университеттің жанында өзі жылда Қожа Ахмет Яссауи тану ілімдеріне жарыс болатын еді, республикалық бір мектеп кезінде осыған қатысқаны бар. Сөйтіп республикалық жарыстан 2-ші орын алғанбыз. Кезінде біздің мектебімізге бір араб тілінің маманы келіп мешіттен үйреніп, жаңағыдай Шағатай тілінде өлеңдерін жаттағанбыз. Дұрыс қой сіз, қателеспесем, Шағатай тілінде. Жаңағы есіме түсіп отыр ғой, жаңағы хақсы фрақсы яйылды деп, шамнан шырақ яйылды деп. Бізге келеді екен тілдері. Солай жазбаларын оқығанымыз бар енді. Сіз енді жаңағы дүниелерден туындайтын дүние ғой. Сахабалар жайлы айтып жатырмыз, сахабалардан кейін ұстаздар жайлы айтып жатырмыз. Енді болашақта жалпы ой бар ма негізі? Мен негізі тегінден сұраған жоқпын, жаңа медреседе сабақ берудің дүниесі деген, болашақта осы сахабаларды жинап, томдап, бір қазақ баспасынан кітап дайындауға ойыңыз бар ма дегенім ғой. Енді жалпы қазір мына мәселені айта кетейін. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында өте үлкен ауқымды жоба жасалып жатыр, ислам энциклопедиясы деген. Сол ислам энциклопедиясында сахабаларға қатысты бөлімді мен жазып жатырмын. Енді бұрынғы сахабалардан бөлек басқа да енді ислам энциклопедиясының форматы бөлек қой, енді ғылыми формат болғасын. Сол мақсатта қазіргі менің ана кітапта енді 70-ке жуық сахаба бар болса, қазір енді ислам энциклопедиясында жазған сахабалар 100-ден асады. Сонымен одан ары қарай толықтырып, көбейтіп, бәлкім 2 том шығаруға мүмкіндік бар, дайындық бар. Бірақ енді оның барлығы біз енді ғылым сабағымыз бар, оқулық дайындауымыз бар. Бірақ болашақта жоспарда бар, шеті де көрініп тұр, басталды деп те айтсақ болады. Бір қолға алып, мықтап қолға алса, том-томдап болмаса да, бәлкім 2 том, бәлкім 3 томға жеткізетіндей жобаны арғай жалғастырып алып кетуге мүмкіндік бар. Ойда бар, бірақ мүмкіндіктер шектеулі болып қалады, өйткені сабақтарыңыз бар, басқа жоспарларыңыз бар, түсіндіру жұмыстары бар, оқулықтар жазасыз, тек сахабалармен ғана шектеліп қалмайсыз. Одан бөлек қанша Ханафи мазхабына қатысты біраз дүниелер бар, Матуриди ақидасына қатысты біраз. Әр саладан сол қалам тербеп, сол мүмкіндігінше тырысып жатырмыз. Бірақ өзіңіз айтқандай, болашақта жасалатын секілді дайындықтың басталып кеткенін айтуға болады. Арғай жалғастыратын жоба бар. 2 том бола ма, 3 том бола ма, Алла тағала өмір берсе, енді әрбір сахабаның өмірі шын мәнінде керемет ғибратқа толы ғой. Әрқайсысының өмірінен біреуінен қаһармандықтың үлгісін аламыз, біреуінен жомарттықтың үлгісін аламыз, біреуінен биязылықтың үлгісін аламыз. Хазіреті Османның өмірін алып қарап тұрсаңыз, әдептің, тәрбиенің, биязылықтың, оқығандықтың, қолашық жомарттықтың үлгісін керемет көресіз да. Мысалы, Мауна деген бір құдық болды, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Енді мұсылмандар қиын жағдайда өмір сүріп жатқан кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім мына құдықты сатып алып мұсылмандарға сыйлайтын болса, Алла тағала жәннаттан оған сондай керемет бір құдық береді деңізі. Хазіреті Осман көрмейсіз ба? Алла десе, ақырет десе, жәннат десе, барып кеп па, көріп кеп па деп атқан жоқ, сол құдықты мен алсам деп. Ол кісі бүкіл малын, өте бай кісі болған ғой, мал мүлкін жинап, жағы өзге дін Яһудидан сатып алады, бірақ жартысын ғана сатып алуға шамасы жетеді сол кездегі ақшамыз. Бірақ өмірінің соңына шейін әйтеуір сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға берген сөзін, уәдесінде тұрып, түгел сатып алып кеп, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға айтады, я Расулалла, маған шын мәнінде ақыретте осы құдық беріле ме деді. Қараңыз, қандай иман, қандай жомарттық, Алла жолында қоғам үшін қалай? Қоғам үшін өзін пида ете білу тұрғысынан сахабалар өмірі қаһарман. Сахабалар өзім бақытты болайын демеп, емес, өзгелер бақытты болсын деген түсінікпен өмір сүрген үшін сол ғасырды енді бақыт ғасыр деп атаймыз. Олар өз ғасырын ойлап, қазіргі мына индивидуализм басып болып кетті ғой, енді өзіңе көбірек көңіл бөлу керек, өзің бақытты болуың керек,
өзгені бақытын сырттан іздемей өзіңді бірінші бақытты ет деп көп адамдар тек қана жеке бақытын ғана ойлаумен, жеке бас пайдасын, жеке табысқа жету мүмкіндіктерін ғана ойлаумен өткен болса, алайда ол кезде енді бұл қазіргі заманның гедонистік түсінік дейміз ғой, индивидуализм кең етек алған ғасыр ғой енді. Ол ғасырда сахабалар өздері үшін емес, қоғам үшін, халық үшін өмір сүре білген сондай қаһарман тұлғалар болды. Сондықтан әрқайсысынан ғибрат алатын керемет тұлғалар бар. Енді әрине қазақтың тарихынан да, қазақтың хандарының тарихынан да керемет, әр тарихтың өзі, әр халықтың өзінің ол тұлғалары бар. Бірақ енді оны біздің әдебиетшілеріміз, тарихшыларымыз өз орнын көрсетеді. Біз дін мамандары ретінде діни құндылықтарды көрсету жолында атсалысамыз. Ол онымен қатар өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды, ұлттық батырларымызды, қаһармандарымызды ол да өзінің мамандары тиісті деңгейде қалай сахабалар дәріптелген болса, ол мамандарымызды қазақтың ұлттығына, тарихына өзіндік орны қалдырған тұлғаларды дәріптеуге мән беру керек деп ойлаймын. Сіз енді мынау біздің Нұр-Мүбаракта енді сабақ беріп жатқаннан кейін Түсіпхан Имамади деген ғалым ұстазымызбен бірлесе жазған кітаптарың жарық көрді ғой енді, Аллаға шүкір. Абу Ханифа Ханафи мазхабының ілімдеріне енді. Жалпы бұл кітап енді қысқаша жазсаңыз не жайында негізі бұл кітап? Бұл енді бұл кітаптан бұрын басқа кітаптың жарық көргенін айта кетейін. Бұл ғұмыр ғибрат ғұлама деген мына бізде ислам тарихында манақиб стиль деп атамыз. Адамның ғибраттық ғұламалардың тек ғибраттық өміріні, туған жылы өмірі баян емес, бұл тек қана ғибратты өмірінен үлгі алатын, мысалы тақуалығы, жомарттық сипаттарын көбірек ашатын тақырыпта жазылған. Неге десеңіз, өйткені біз айтамыз, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы өз жарғысында біз Ханафи мазхабын ұстанамыз деп жазып қойған. Сол секілді алдыңғы өзіміздің жаңа жобамызда да Ханафи мазхабын мойындаймыз деп жазып қоямыз, бірақ имам Ағзам Абу Ханифаны танымаймыз, ол болатын іс емес. Сондықтан енді кезінде имам Ағзам Абу Ханифа туралы да марқұм Әбсаттар қажының өте кішкентай бір кішкентай еңбегі болды. Жартысы қазақша, жартысы артында орысша. Ол өте алғашқы кезде тың дерек болғанмен, бірақ оны ашу керек болды. Сондықтан бұл енді бұдан бөлек имам Ағзам Абу Ханифа және Ханафи мазхабы деген бұдан көлемді өте үлкен еңбек бар. Ол жерде 4 бөлімнен тұрады. Негізі имам Ағзам Абу Ханифаның дүниеге келуі, өскен ортасы, тарихи жағдай, бұл ғылыми кітап. Екінші оның хадис іліміндегі орны, үшінші фиқ іліміндегі орны, төртінші ақида іліміндегі орын деп 4 бөлімнен тұратын үлкен іргелі еңбек. Мына кітапта ондай бөлініс жоқ. Бұл кітап таза өзінің ғұмыр ғибрат ғұлама деп айтқан шын мәнінде имам Ағзамның білімдарлығы, тақуалығы, парасаттылығы, зеректігі, пәтуа берудегі ерекшеліктері, шәкірт тәрбиелеудегі ерекшеліктері, имам Ағзамның имам Ағзам ұлық имам деп аталу себебі енді шын мәнінде бір шетінен 4 мазхаб имамдардың ішінде жасы үлкен болу және исламға сіңірген еңбегінің нәтижесінде имам Ағзам болып аталып кетті ғой. Шын мәнінде имам Ағзаммен басқа ешбір мүжтәһид имам теңесе алмайды шәкірт тәрбиелеу тұрғысынан. Неге? Өйткені имам Ағзам Абу Ханифа тек өзі ғана ғалым болған жоқ, өзінің көзі тірісінде дәл өзі секілді 40-қа жуық мүжтәһид ғалым тәрбиелеп кетті. Ешбір мүжтәһид тарихында бұндай тарих жоқ. Сондықтан имам Ағзам Абу Ханифаның өмірі Ханафи мазхабының, әсіресе біздің қазақ халқына Ханафи мазхабының дәстүрімен ислам дін сүнниттік бағытта ұстанып келген болса, сол Ханафи мазхабының қалыптасып дамуында қосқан үлесіне байланысты мен ойлаймын, көбінесе ғибратты өмірін тек қана тарихи құрғақ мәліметтен гөрі мына тұлғалық келбетін аша түсетін мәліметтер көбірек. Сол үшін бұл енді тарихи кезеңдері қай жылы туылды оған мән беру емес, шын мәнінде оның фақих ретінде орны қанша, фиқтағы орны қанша, ақидадағы орны қанша, шын мәнінде ақидадағы орны бар ма еді, оның сол кездегі тарихи рөлі қандай болды. Имам Ағзам Абу Ханифаның сол кезде білесіздер, харижиттер деген ислам әлемінде ылаң салған өте үлкен топ бар еді. Сол харижиттермен күресте имам Ағзам Абу Ханифаның өзіндік орны бар. Және мына хадис ілімі діннің негізгі қайнар көзі болса, бірақ хадисті жүзеге асырып өмірде көрсететін фиқ ілімі. Сол үшін фиқтың ілім ретінде, ғылым ретінде қалыптасуына үлес қосқан, ғылым ретінде жаңа ғылымның пайда болуына үлес қосқан
осы ең алып тұлғалардың бірі имам Азам Абу Ханифаның ғимаратты ғұмыры жамағатқа танытылу керек деген ойда болдық. Сол үшін сол мақсатта имам Азам Абу Ханифаның өмірін танытуды негізге алып, сол ғибраттық мақсатта жазылған хикаялардың жиынтығы десек болады. Болған оқиғалар. Иә. Болған онда ой салар оқиғалар деп айтсақ болады. Иә, ой салар оқиғалар десек те болады. Иә, кітабы жарық көріп жатыр осындай дүниелерге соңғы кезде. Енді сізге керек дүние екен Мәке. Өйткені жаңағы ұстаздың бірінші кітабымен таныс болдық. Енді бұл кісілер оңалту бағытында жүргеннен кейін енді Ханафи мазхабына деп тұрып сөз бастаған кезде Мәке, жалпы, дұрыс па? Иә, жалпы өте орынды айтып жатсыз. Негізінде біз білуіміз қажетпіз. Бізде заңнама бар ғой, заңнамада діни қызмет діни бірлестік атты 2011 жылы қабылданған заңнамада Қазақстан екі дәстүрлі діни бағыт бар деп көрсетілген. Біріншісі ислам діні, соның ішінде сунниттік бағыт, ханафилік, мазхабтық жолы деп көрсетілген. Яғни осыған басымдылық беріледі. Елдегі мешіттердегі діни рәсімдер, намаз оқу, құлшылық, тағысын тағы да дүниелердің бәрі осы ханафи мазхабына сәйкес жүзеге асу керек деген нәрсе дүние жатыр оларда. Біз осыны түсінуіміз қажет. Екінші мәселе, күнімізде көптеген жамағаттарымыз арасында бар, яғни Құран мен сүннетпен жүрем дейді. Алайда кейбір мәселелерде мен ханафимын дейді. Абу Ханифаның фиқи тұрғысынан ұстанам, бірақ сенім тұрғысынан мен ұстанбаймын. Абу Ханифаны дейді. Яғни имам Матуриди рахмахулла мен Абу Ханифа рахмахулланың сенімін екі түрлі қылып қарастырып, шатастырушылыққа апарып соқтыратын сондай бір сенімде жүрген азаматтар бар да, қате пікірдегі. Яғни соларға біз түсіндіріп беру үшін алдымен біз өзіміз дұрыс тани білуіміз қажет. Яғни Абу Ханифа дегенде біз кім? Яғни кімді айтып отырмыз? Яғни Абу Ханифа Нұғман ибн Сәбит, яғни хиджри жыл санауы бойынша 80-ші жылы Куфа қаласына дүниеге келіп, 150-ші жылы Бағдат қаласы дүниеден өтті турасында мәліметтер бар. Яғни бұл өз заманы білгір фақих ғалым еді. Яғни біз түсінуіміз қажет. Фихта, ақидада, хадисте. Ұлты негізі парсы болған ба? Парсы тектес деп келеді деректер. Солай ма ұстаз? Енді бұның тегіне қатысты әртүрлі пікір таластар бар. Кейбір түркі ғалымдары бұның түркі болғандығын айтады. Неге десеңіз, бірақ талас бар. Талас бар. Бірақ талас бар неге? Оның артында себеп бар. Өйткені мысалы кейбір ұлы тұлғалардың, мысалы Ахмет Яссауиге кейбір ұлтта өкілдері таласады. Неге? Ұлы тұлғалардың, мықты тұлғалардың әр халықтан шықса өздеріне абырой болады. Бірақ енді көпшілік жағдайда бұл жерде Абу Ханифа қазақ деп біз таласа аламыз ба? Жоқ, қазақ деп таласа алмасақ та, бірақ енді өзінің аты және аталарының атының тегіне қараған кезде енді көпшілік ғалымдар оның парсы текті екендігін мойындайды, араб емес екендігі нақты. Бірақ енді араб емес екендігін нақты, парсы екендігіне қатысты, бірақ түркі екендігіне қатысты да мәліметтер бар. Неге десеңіз, өйткені сол кезде мына Ауғанстан жақтағы қоныс аударып келген, ол кезде Ауғанстанда бұл жақта көбінесе түркі халықтары дүние тұрған, және олардың атасының аттарына берілген лақабаттарын қарайтын болсаңыз, түркілерден шыққан кейбір лақабаттар берілген деп, мына түріктің ғалымдары түрк болу ықтималы бар деген секілді жорамалдарды да айтады. Сондықтан енді түркі болуы мүмкін, парсы болуы мүмкін, араб болуы мүмкін, бірақ десе де шын мәнінде ислам тарихындағы, ғылым тарихындағы, ислам өркениетіндегі имам Азам Абу Ханифаның ұлттығы тегі маңызды емес, шын мәнінде ол кісінің сіңірген еңбегі, қыруар еңбегі, жетілдірген шәкірттері қалдырған мұрасы. Енді ұстаз, сөзіңізді білейін, кешірім Мәке, сізге де бұл. Жалпы осы имам Азам Абу Ханифаның өзі болмасын тағылымды ойлар, еңбектер дедіңіз, жалпы халыққа жетті ма бұл? Жалпы енді біздегі муфтияттың құрылғаннан бастап жергілікті имамдарымыз бар, жердегі ауылда, аймақтағы имамдарымыз бар. Осы діндегі осы ғалымымыз Абу Ханифа рахмахуллахтың еңбектерінен келтіріп, фиқи тұрғыда қалай намаз оқу керек, қалай дәрет алуымыз қажет, осы мәселелердің бәрін түсіндіруде өздерінің бір жұмыстарын тиісті деңгейде жасап келе жатыр. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Яғни Алла ол кісілерден разы болсын қайта. Айлық алмаса да осы уақытқа дейін осы Абу Ханифаның дұрыстықта ұстанған фиқи жолдарын, сенімдегі ақида тұстарын, Алла Тағаланы танып білу сипаттарын қалай танып білеміз Құдайды деген сияқты ілімдер бәрін осы имамдарымыз, ұстаздарымыз бүгінгі таңда жеткілікті деңгейде жеткізіп жатыр деп айта аламыз. Яғни халық хабардар, яғни көшедегі халықтан келіп сұрасаң, яғни мазхабың қандай десе,
яғни жеке танымаса да тұлғалық ретінде, бірақ Абу Ханифа мазхабында неге? Себеп көпшілікпен бірге, жамағатпен бірге. Ал жамағат біздегі Абу Ханифа мазхабына негізделген. Солай ғой ұстаз. Дұрыс, бірақ енді жаңа Ерекең айтып отқандай жеткізе алдық па, ол екінші мәселе. Біз енді Ханафи мазхабы деп айтамыз, үкімдерін айтамыз, бірақ тұлғалық ретінде өзін көп таныта алмадық. Тұлға ретінде таниды десеңіз, тіпті дін қызметкерлерінің өзі тұлғалық ретінде шын мәнінде ғылымдағы орнын ажырата алмайтындай деңгейде, қаншалықты кейбір тіпті мамандарымыздың өзі имам Ағзам Абу Ханифаның қандай еңбектері бар еді десеңіз атай алмайтындай деңгейде. Сондықтан енді бұл әрине бірінші уақыт өте келе кейбір нәрселер болады ғой. Барлығы бірінші алғашқы қадамдар кішкентай брошюрамен басталса, үлкен еңбектер жазылып жатыр. Қазіргі бір заманның бір ерекшелігі, жаңа сіз айтып жатқан сахабалар мектепте оқыту, оқулық жазу. Енді қазіргі заманна әлеуметтік желінің заманы болып тұр ғой. Кітап жазбаса да кейбір адамдар қазір сахабалардың өмірін жеке-жеке аудио уағыз ретінде, бейнелік уағыз ретінде кең насихаттап танытып жатыр. Сол секілді имам Ағзам Абу Ханифа туралы кейбір адамдар кітап оқымаса да әлеуметтік желілер арқылы, осындай подкасттар арқылы имам Ағзам Абу Ханифаның шын мәнінде кейбір тұлғалық жақтарын тануға тырысып жатыр. Негізінен шын мәнінде біз өзіміз тек адамдар айтатын Ханафи мазхабын ұстанамыз дейді, бірақ өкінішке қарай не үшін ұстанатынын да білмейді, неге ұстанатынын да білмейді, не үшін бұл абзалдық еді, не үшін қажет еді, ұтымды тұсы қандай еді деген оны ажыратпайды. Тек қана Ханафи мазхабын ұстанам дейді. Имамың кім еді десең, қай жыл туғанында, қай жерде өмір сүргенін де білмейтін адамдар бар. Сол үшін менің ойымша дін деген бұл махаббатпен болатын, дін деген шынайылықпен болатын. Адам деген өзі сенген нәрсесін шын көңілмен істей алған жағдайда дін жүрекке сіңеді. Сол үшін өзі танымайтын адамға мен имам Ағзам Абу Ханифаға ұстанамын деп, танымай тұрып ұстанамын деп айту ол кішкене шынайылыққа жанаспайды. Сондықтан ұстанайтын болса, мейлінше өмірін танып білсе, шын мәнінде осындай тұлғалық орны бар екен, ислам тарихында орны бар екен, сахабалардан кейінгі табиин ғасырының атба табииндардың ғасырында өзінің орны бар екен, жетілдірген, қалдырып кеткен фиқхи мұрасымен, қалдырып кеткен шәкірттерінің көптігімен ол кісінің ерекше орны бар екен деп білсе, шын мәнінде өкінішке орай, кім ол, имам Ағзам кім ол, біз сәләф салихиннің жолымен жүруіміз керек деген кейбір адамдар шығып отыр. Негізі сәләф салихтердің ұрпағына кіретін негізі имам Ағзам Абу Ханифа. Ең алғаш ізгі ұрпақтың қатарына кіретін имам Ағзам Абу Ханифа ізгі ұрпаққа кіреді. Сондықтан сәләф десеңіз, сәләф имам Ағзам Абу Ханифа, ғасыр тұрғысынан алып қарасаңыз да, ақида тұрғысынан алып қарасаңыз да, фиқх тұрғыдан алып қарасаңыз да, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жақындық тұрғысынан алып қарасаңыздар да имам Ағзам Абу Ханифаның ілімі, өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткеннен кейін аз көп бір ғасырға өтпейтін заман уақыттың аралығында дүниеге келді. Ол кезде шын мәнінде сахабалар рухы, пайғамбардың рухы әлі адамдардың жадында, санасында тұнып тұрған сондай керемет берекелі кезеңдерде өмір сүріп, сондай ең алғашқы харижиттер секілді, шиалар секілді, муътазилер секілді кейбір ағымдар енді белең алып келе жатқан кезде сол ағымдардың бәріне қарсы тұрып, қазіргі замандағы секілді кәдімгідей ұлттың ұлт болып ұйысуына, мәдениеттің төңірегінде ұйысуына өте үлкен еңбек сіңірген тұлғалардың бірі имам Ағзам Абу Ханифа. Сол үшін сол бағытта енді танытсақ деп жаздық. Енді тираж таралымы 2000 болды. 2000 қай жылы бастық? Біз мына 21 жылы басқан екенбіз. Енді тағы да жақын арада таратылып кетті, басылып таратылып жоқ болып қалғанына да біраз уақыт болды. Сол үшін жақын арада тағы да кең көлемде таратсақ деген ниетіміз бар. Осы нұсқа өзгертілге түспейді. Тек қана баспаға бересіз. Осы нұсқа баспаға бересіз. 21 карантинде дейсіз ғой. Карантин негізі көп ғалымдардың қаламын қарыштатты, қарыштап жаңа тың дүниелер ақпараттар жазуына. Жоқ, біз басқа бағытта да жұмыстарымыз бар. Жасып атқан сол енді бұл қазірше осымен шектеліп тұрмыз. Бірақ енді осының өзі бүкіл енді 20 мың 30 мың тираж басталған жоқ. Сіз айтқандай бәрі танып кететін. 2000 тираж деген түк емес.
сол үшін бұл көп негізі тиражбен 2000 басылу тираж деген керек. ұстаз аз ба негізі? 2000 тираж түк емес қой. Түк емес. Екі Халықтың, мың тираж деген бұл біздегі жергілікті мешіттерге таратып жатқан кітаптың мешітке де жетпейді. Мешіттердің өзі 3000-нан асады. Ол бір мешітте біреу-ақ тұр, басқа адамның үйінде жоқ деген сөз ғой. Негізі бұндай дүние қажет екен, ұстаз, онда тиражын көбейту керек екен, ұстаз. Тырысамыз, енді бұның барлығы енді белгілі кейбір жағдайларға байланысты ғой онда. Қаражаты бар, тарату маркетингі бар, рекламасы бар дегендей. Жаңағы бағана сөзімді аяқтамай қалдым, әлі тұрып қалды да. Өзі сондай болады, ұстаз. Сіздерде болмай ма, ұстаз? Бірдеңе қойғың келеді, әңгіме өріп кетеді. Ұмытайын дейсің, ұмытпайсың, бірақ мына жеріңде тұрып қалады, андайшы бет. Сол ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи Алланың сәлемі мен салауаты болсын. Мынада бір хадисі бар да, еске түсіп отыр осы. Егер ілім деген, білім деген бір жұлдызда болған болса, оған парсылардан болған кісілер жететін еді дейді да. Осы біздің Ханафи Абу Ханифа жайында айтылған дүниеге былай алып келмей ма негізі ұстаз? Бағанағы талас былай парсылардан деп айтатын. Сол ғой мен сұрап отырмын. Енді жаңағы айтып жатырмыз, парсылар дейді, басқа дейді. Негізінен енді әр имам өзінің, әр жамағат өзінің имамының мықты болғанын қалайды ғой, дұрыс па? Әл-әимма минал Қурайш дейді, имамдар Қурайштан болады деген секілді. Шафии мазхабын ұстанатындар, біздің имамымыз Қурайш, сендердің имамдарың Қурайштан емес, тіпті араб емес деген секілді түсініктерде болды. Сол үшін енді имам Суйути айтады, негізінен ең өкінішке орай имам ағзамның ұлықтығын көрсету үшін хадис болуы шарт емес негізінен. Пайғамбарымыздың оның келетінін сүйіншілеу де шарт емес. Имам ағзамның ұлықтығын орнын көрсету үшін сондықтан ол хадис болса да болмаса да имам ағзамның өзінің ұлықтығы өзін дәлелдеген тұлға. Бірақ енді болуы әрине имамға абырой береді. Сол үшін кейбір дінде шектен шыққан кейбір фанаттар имам ағзам Абу Ханифа туралы хадис бар деп ойдан құрастырылған хадистерді ойлап шығарды. Бірақ имам Суйути секілді өте білгір ол кісі, хадис саласының маманы айтады. Хадис саласында шоқтығы биік. Сенімді хадистердің бірі имам ағзамға қатысты хадистің бірі осы болуы мүмкін дейді. Негізінен бұл жерде имам ағзамға қатысты мәлімет жоқ. Парсы ұлдарының бірі қол жеткізер еді деп тұр. Бірақ айтады, имам Суютидің шәкірті айтады. Шын мәнінде біздің ұстазымыз имам Суйути шегелеп тұрып айтып кеткен, бұл имам ағзам туралы айтылған хадис деп айтқан. Неге? Өйткені біз бақыт ғасырынан бері қарай, сахабалардан кейін бері қарай қараған кезде имам ағзам Абу Ханифа және оның шәкірттері секілді дінге еңбек сіңірген парсы тегінен ешқандай ұрпақ шыққан жоқ дейді. Сондықтан бұл хадистің осындай хадис тұрғанда имам ағзам Абу Ханифа туралы өзге хадисті күту шығарудың да ешқандай пайдасы жоқ дейді. Ең парсы ұрпағынан сол имам ағзам өзінің заманында шыққан ол тұлға болған үшін сол имам ағзам Абу Ханифаға қатысты болуы мүмкін деп айтады. Бәлкім басқа да тұлғалар шықса басқа да қатысты, бірақ сол тұлғалардың ішінде имам ағзам Абу Ханифаның өзіндік орны бар тұлға. Енді әрине ол хадистің болып болмауы имам ағзам Абу Ханифаның беделдігіне нұқсан немесе пайда келтірмейді. Бірақ хадистің болған әрине жамағат үшін ол үлкен сый болар еді. Сондықтан да имам ағзам Абу Ханифаның сүннетті қорғаудағы, ислам тарихын қорғаудағы, ислам мұраларын бізге жеткізудегі орны ерекше. Сондықтан сүннетті жалғастырушы ізгі ұрпақ сәләфу салихиннің қатарына кірген құрметті ұрпақ, қадірлі ғұламалардың бірі ретінде имам ағзам Абу Ханифаның ислам тарихында, мәдениетінде өзіндік орны бар. Жалпы анау Абу Ханифа рахмахуллахқа қатысты имам Шафии рахмахуллах былай дейді. Яғни біз фихта Абу Ханифаға қарыздармыз дейді. Яғни Абу Ханифа рахмахуллахтың еңбектерін оқымай фихта ғалым болғандарды, яғни оның ғылымда орны жоқ деп айтып кеткен ғой. Сондықтан осы яғни имам Шафиидің сөзінің өзі бұл үлкен бір салмақты ғой. Яғни имам Шафидің өз алдына мәзһаб құрған ғалым. Яғни біз осыдан білуіміз болады, яғни Абу Ханифаның ұлықтығы турасында. Тіпті айтады ғой, жаңағыдай біз жаңағыдай жататын кезінде аяғымызды Куфаға қарай созбайтын едік. Неге дегенде ұстазымызға деген, Абу Ханифаға деген құрметтен дедік деп айтқан сөздері бар. Сондықтан біз осыны түсінуіміз қажет, ұғынуымыз қажет. Яғни Абу Ханифаның бір былайынан да айтсақ та шоқтығы биік ғалым екендігінің бірден бір көптеген дәлелдер бар оны айта берсек. Енді ұстаз, сіз де жақсы бір айттыңыз жаңа.
жалпы осы ханафи мазхабын, осы мектептің, осы фиқ мектебінің ұстанушыларына білетін және танытатын жақсы бір дүние деп жатсыз ғой. Енді бұл тек қана бір жамағат үшін ғана емес, осы біздің дін істерде, дін саласында қызмет етіп отқан теологтар үшін керек те дүние екен бұл. Сөзсіз, өйткені бұл кісілер оңалту бағытында көп жүргеннен кейін өзі фиқ ілімдеріне қатысты ханафиді танымаса, қайда шақырып жатқанын, кімге шақырып жатқанын білмейді деген ғой. Енді жақсы, рахмет, Алла разы болсын ұстаз. Мәке, сізге де Алла разы болсын. Ұстаз, енді Құдай қаласа жаңа айтып жатсыз, ойда бар, тираж жасау, болашақта том-томдап кітап жазу ойда бар деп жатсыз. Алла қолдасын. Ең басты оқырманыңыз көп болсын. Сіз жазудан шаршамасаңыз, біз оны таратумен, оқудан, насихаттаудан еш уақытта шаршамаймыз сөзсіз. Енді шәкірт тәрбиелеуде Алла сізді жар болып, екі дүниенің жақсылығын берсін дейміз енді. Сізге, отбасыңызға, әулетіңізге, енді сізді мен тек қана өзі тәуелсіз Қазақстан тарихындағы тек қана дінді жалғыз өзі дәріптеу емес, отбасымен, әулетімен дәріптеушілер ретінде танимын енді. Алла разы болсын сізге, ұстаз. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Рахмет, сыйлап, құрметтеп шақырғандарыңызға. Енді мүмкіндігінше пайдалы бола алсақ, Алла тағаланың алдында әйтеуір бір Алла тағала абыройымызды төкпей, елімізге, дініміздің кішкентай болса да имам ағзам деп жатырмыз. Бұл жеке тұлғаны таныту емес. Шын мәнінде бұл имам ағзам секілді өзге тұлғалар, сахабалар деп жатырмыз. Бұлардың барлығы исламның мұрасы, исламның өміршеңдігі, исламның шын мәнінде бүкіл адамзатқа тән құндылықтарды қамтитын сондай дін екенін көрсету. Сондықтан әркім әр қылынан, әр саладан исламның құндылықтарын, Алла тағаланың ұлықтығын жеткізуге сондай тырысуы қажет. Сондықтан біз қолымыздан келгенше тек жаңағы студент оқытуға ғана емес, осы халықты ақпараттандыру, сауаттандыру жолында қолымыздан келген мүмкіндіктерімізге қарай жұмыс жасауға тырысып жатырмыз. Мына сіздердің де жұмыстарыңыз одан кем емес. Неге? Кітап жазу қаншалықты маңызды болса, мына қазіргі әлеуметтік желі деген сонда пәрмені күшті сондай бір құрал болып тұр ғой. Осындай сұхбаттар арқылы бәлкім көптеген адамдар бәлкім кітапты оқымаған 2000 тираж кімге жетеді? Бірақ мына оқырмандарыңыз бар 70 мың, 80 мың оқырмандар болса, сол мәлімет жетіп жатса, бұл да біз үшін өте үлкен бақыт деп санаймыз. Исламның құндылықтарын шамалы болса да осымен насихаттай алсақ, біздер үшін өте үлкен жетістік. Сыйлап шақырғандарыңыз, құрметтеп осындай алаңды ұсынып мүмкіндіктер беріп жатқан сіздерге де рахмет, және сіздердің жұмыстарыңызға, руханият жолында жасап жатқан жұмыстарыңызға шын көңілден табыс тілеймін. Алла разы болсын. Мәке, сізге Алла разы болсын. Уақыт тауып сұхбатқа келіскеніңізге, эксперт болып ой бөліскеніңізге мың алғыс. Енді сіз енді нақты осы діннің ішінде жүрсіз ғой, енді оңалту бағытында жамағатпен тікелей сөйлесіп жүрсіз. Осы бағытта Алла сізге жар болсын дейміз. Алла істеріңізді берекелі етсін, ұстаз. Қадірлі көрермен, YouTube арнамызға жазылыңыз, тіркеліп кетіңіз. Осындай ақпарат дүниелерімен, тек қана дін емес, жалпы руханият саласымен сіздермен алдағы уақытта көптеген ойлармен бөлісетін боламыз. Ең бастысы ислам тарихын оқыңыздар, өзіміздің тарихымызды оқыңыздар, білу міндеттеріңіз. Және ең бастысы мынандай дүние ғой, бана таңертең ұстаздан естіген бір жақсы бар. Ислам өркениетінде, ислам дәуірінде өзіміздің үлесіміз бар екенін ұмытпаңыз. Әділбаев Алау Шайхымұлы. Ассаламу алейкум, қош сау болыңыздар.